Ассалаумағалейкум достар. Сәл үзілістен кейін қайтып оралып отырмын. Біраз уақытым болмады, жұмыс көп болып кетті. Негізі ММА жайлы біраз айтарым бар еді, өткен турнирлер жайлы, бірақ ол актуалдылығы, өзектілігін жоғалтып алғаннан кейін мен сіздермен бүгін күрес жайлы сөйлескім келіп отыр. Өйткені өзім қызығамын, зерттеймін күрес әлемінде не болып жатқанын, және де осыдан бірнеше күн бұрын ғана аяқталған әлем чемпионатында комментатор болдым. Сондықтан кішігірім бір моральдық құқығым бар деп есептеймін. Дәл осы спорт түрі жайлы өз ойымды ортаға салуға. Сіздер де өз ойларыңызды комментарийде жаза аласыздар. Бастамас бұрын кішігірім жарнама. Бүгіннен бастап менің серіктесім дәл осы YouTube арнамда бұл Cambridge Academy, ағылшын тілі академиясы. Ол жерде кез келген жастағы адамдар ағылшын тілін кез келген мақсатта оқи алады. Бұл Алматыда орналасқан негізінен академия, бірақ қашықтықта, яғни дистанционно оқуға болады қашықтықтан интернет арқылы. Егер қызық болып жатса, сілтемені астында қалдырам. Cambridge Academy Instagram арқылы толық қажетті ақпаратты аласыздар. Әсіресе спортшыларға да қызық болуы мүмкін. Америкаға, Европаға барам десе, онда олар сол жақтарға тіл курстарын ұйымдастырып бере алады. Батыста болсын, Америкада болсын, және де виза алуға да көмектеседі. Осындай бір басымдылықтары бар Cambridge Academy. Мен де біртіндеп ағылшын тілін дәл осы Cambridge Academy мен бірге меңгеріп жатыр. Ал енді күрес жайлы сөйлейтін болсақ, ең бірінші бұл Тиранада өткен күрес түрлерінен әлем чемпионатының ерекшелігі неде? Содан түсіндіріп кетейік. Контекст, яғни түсініп отыратындай. Бұл небәрі әр категорияда, яғни грек-рим, еркін, әйелдер күресінде небәрі 4 салмақтан өткен бұл әлем чемпионаты. Бұл олимпиада бағдарламасына енбейтін салмақ дәрежесі. Біле білсеңіздер, күрес түрлерінде әрқайсысында 10 салмақтан бар. Оның 6-6-ауынан ғана олимпиада ойындарына кіреді. 2016 жылы Рио олимпиадасы кезінде содан бері енгізілген осындай бір ерекшелік. Олимпиада өткен жылдары олимпиада бағдарламасына енбеген салмақ дәрежелерінде әлем чемпионаттары өткізіледі. Енді 2021 жылы Токио олимпиадасы кезінде коронавирусқа байланысты болмады. Міне тарихта осымен екінші рет олимпиадалық емес салмақ дәрежелерінде әлем чемпионаты ұйымдастырылып отыр. Яғни контекст осындай, бірден түсініп отыратындай. Сосын егер енді бүгін мен негізінен қазақстандық спортшылар туралы айтқым келіп отыр, сөз қозғағым келіп отыр. Бізде қорытынды қандай? Бізде 3 медаль бар, 2 күміс, 1 алтын, барлық 3 түрден де 1-1 медальдан алдық. Яғни бұл еркін күрес Нұрғожа Қайпанов 70 келіде чемпион, бізде 63 келіде грек-рим күресінде Ержет Жарылқасын күміс медаль, және Жәмила Бақбергенова 72 келі әйелдер күресінде күміс медаль. Негізінен бұлай соңғы жылдардағы нәтижені қарайтын болсақ, бұл біздің бір тұрақты көрсеткішіміз. Әр әлем чемпионатында бір сол 2-3 медальдің маңайында аламыз. Орташа көрсеткіш былайша айтқанда. Тек қана біздің елордамызда өткен әлем чемпионатында қателеспесем, қазір есіме түсіп отыр, бір 8 медальдің төңірегінде алдық біз ол кезде. Жалпы басқа чемпионаттарда шамамен осындай көрсеткіштер алып отырамыз. Яғни медальдар саны жалпы соңғы жылдары өзгерген жоқ. Бірақ соңғы 2 әлем чемпионаты, мысалы Ризабектің арқасында, Қайпановтың арқасында, бұл түсінікті тарихи алтын, оның барлық түсінікті. Дәл осы 2 алтын медальдің арқасында кішкене сапа артты. Яғни сан солай қала берді, әр кетсе 3 медальдің төңірегінде, бірақ алтын медальдар қосыла бастады, және өткен жылдар енді қола медальдар көбірек болды. Осы жолы міне бізде бірде-бір қола медаль жоқ, 2 күміс, 1 алтын медаль бар. Нәтиже осындай. Жалпы, бұлай алып қарайтын болсақ, күрес түрлерінде белгілі бір прогресс бар екенін байқалып отыр. Бұны мойындамауға болмайды. Қаншама жылдар бойы біз өзімізде жалпы бір күрес жақсы дамыған, күрес бізге бір жағатын, біздің бір ұлтымызда бар, бір құбылыс ретінде қабылдап, яғни қанымызда бар, генімізде бар, спорт ретінде қалыптасқан деп айта жүре, бізде мысалы олимпиада чемпиондары болмады еркін күрестен, әйелдер күресінен. Одан бөлек әлем чемпиондары да енді шыға бастады.
енді ғана шынымен де күрес белгілі бір деңгейге жеткен сияқты. Енді міне бұл көрсеткіштердің ерекшеліктерін атайын. Қазір соңғы жылдар ең сол үздік күресшіге мысалы Қайпановты алатын болсақ, кешегі бұл олимпиадалық емес салмақта әлем чемпионы болды. Және де бұл жерде бір аргумент бар, бұнымен де келіспеуге болмайды. Мысалы бір әріптестермен сөйлесіп едім, бұл олимпиадалық емес салмақ, олимпиада болған жылы бұл жерде нюанс қандай бар? Олимпиадаға қатысқан адам бұл чемпионатқа қатыса алмайды. Тек қана олимпиададан құр алған адамдар ғана қатысады. Сондықтан үздіктердің барлығы олимпиадаға қатысты, а мына жерде олимпиадаға қатыса алмай қалған деңгейлер сәл төмендеу, бәсекелестікке басқа спортшылар қатысса, бәсекелестікке шыдай алмайтын атлеттер қатысты деп айтқан болатын. Енді бұл сөздің де жөні бар. Неге десеңіздер, мысалы ашып қарасаңыздар нәтижелерді, ол жерде шынымен де бұрын соңды бір көзге көрінбей медаль ала алмай жүрген спортшылар осы жолы жүлдегерлер қатарына еніп кеткен. Әйелдер күресінде ондай фактілер көп, ерлерде де, грек-рим күресіндерде шынымен де атқан, былайша айтқанда, выстрелил деп айтып жатады ғой. Ондай фактілер көп шынымен де. Сондықтан бұл да бір аргумент, бұнымен келіспеуге болмайды, бұны да мойындайық. Яғни олимпиада өткен жылы бұл түсінікті бәсекелестік төмен, кейбір спортшылардың бағы жанды. Енді Қайпановқа келетін болсақ, Қайпанов енді бұл бір жол болып кетті, бағы жанып кетті деп айту қиын. 5 жыл бұрын дәл осы салмақта әлем чемпионатының финалына шыққан адам. Яғни Қайпановқа қарсы бұндай аргумент кішкене жүрмейді бұл жерде. Өйткені одан бөлек бұл қалай дегенмен 70 келі салмақта әлдеқайда жақсы күресетінін байқадық. Жалпы антропометриясы денесі 70 келеді екен. Мен былай өмірде көргем ол спортшыны. Шынымен де 74 келіге сондай бір үлкен емес. Одан бөлек сіздер 74 келіні ұмытпаңыздар. Бұл әр уақытта соңғы 30 жылдың маңайында шығар ең бір бәсекелестік жоғары салмақтардың бірі. Сол Сайтиевтердің кезеңінен бастап қазірдің өзінде де мысалы қаншама кавказдықтар жүр әртүрлі елдердің атынан. Кеше жартылай финалда Жамаловпен күрескен. Жамаловтың өзін ал, Сидаковың бар, Кайл Дейкің бар, мына жапон жігіті финалға шыққан олимпиадада. Яғни бәсекелестік бұл салмақта сұмдық. Және олар көбінесе Қайпановтан денелі келеді. Сондайды ұмытпауымыз керек. Қайпанов шынымен де 70 келі салмақта жақсы күресетінін көрсетті, және бұл әлем чемпионатында шынымен де бұл салмақта үздік екенін дәлелдейді. Сондықтан бұндай аргумент жол болып кетті, ашылып кетті деген жүрмейді. 74 келіде осы жол бүкіл отборларға қатысып іріктеу олимпиада ойындарына біреуінен де нәтиже көрсете алмады. Есесіне міне бағы осында жанды. Бірақ сосын одан кейін өткен жылғы әлем чемпионы мысалы Ризабекті айтатын болсақ, Ризабек жайлы да мынандай бір аргумент бар. Бұл олимпиада қарсаңында олимпиадалық емес салмақта күрескен деген сөз. Яғни көрдіңіздер ме, олимпиада қарсаңындағы әлем чемпионаты бұл олимпиада ойындарына лицензия үлестіретін әлем чемпионаты. Яғни 5-ші орынға дейін үлестіреді. Сондықтан кілең мықтылар барлығы олимпиадалық салмақтарға жинала бастайды. Олимпиадалық емес салмақтарда бәсекелестік төмендейді. Ондай аргумент бар. Бірақ ол жерде Ризабек атты, шынымен де бағы жанды. Бірақ содан кейін де тұрақты түрде нәтиже көрсетіп жүр. Сондықтан ол жерде бір жолы болып кетті деп айту қиын. Өйткені одан кейін біз нәтижелерін көріп отырмыз. Азия чемпионатында жақсы күресті. Қазір жастар арасында енді түсінікті, ол ментально уже жастардан өсіп кеткен әлдеқайда, ойыншық құсабалардың барлығын қиратып жатыр. Бірақ кеше мысалы Тиранада жастар арасында күрескен кезде дағыстандық жігітке қарсы біраз қиналуға тура келді. Сондай аргументтер бар. Іштей ойлаймын, мысалы Жәмиляны да алайық. Жәмиля Бақбергенованың әлем чемпионаттарын ойланып көріңіздер, 4 медаль бар. 4 жыл қатарынан әлем чемпионатын медаль алу дегеніміз бұл өте жоғары деңгейдегі атлет. Бірақ тағы да бұл 72 келі салмақ. Әйелдер арасында бұл олимпиадалық емес салмақ. Яғни біздің былайша айтқанда ең бір нәтижелі спортшыларымыз көбі олимпиадалық емес салмақта. Бұл жерде бәсекелестік төмен екенін мойындау керек. Өйткені мықтылардың барлығы әсіресе олимпиадаға жақындаған кезде олимпиадалық салмақтарға шоғырлана бастайды. Содан кейін енді Жәмиля Бақбергенова жайлы тағы сөз қозғайтын болсақ, осы әлем чемпионатында да белгілі бір өзінің деңгейін әлі де ұстап жүрген спортшы екенін көрсетті. Бірақ мысалы маған да неге Инстаграмда жазып жатыр, мысалы мықты болса неге олимпиадалық салмаққа күреспейді деп.
оңай ғой ол айта салу, иә, бірақ 4 килограмм дегеніміз күресте бұл үлкен айырмашылық. Мысалы мен Бақбергеннің 76 келі салмақта күрескенін көрдім, шынымен де қиын. 76-та күресу екен кәдімгідей қиын екенін көрсетеді. Егер дене бітімі сәл ірі болса, физикасы кішкене басқа болса, 76-ға жақсы күресер ме еді, кім біледі. Бірақ мысалы Қытай спортшысының Азия чемпионатында, азиялық іріктеу турнирінде көрдім. Мысалы шынымен де ол жерде не физика, не функционалдық дайындық жетпегені көрініп қалды. Яғни енді маңдайына солай жазған екен, иә, 72 оның нағыз бір жақсы күресетін салмағы, өкінішке қарай олимпиадалық емес. Сондай жағдайға тап болып отырмыз. Егер міне осы біздің спортшыларға келетін болсақ, мысалы Жәмила Бақбергенова жапон спортшысына ғана есе жіберді. Оның өзінде де ұтып келе жатты. Сондықтан бір тактикалық қателіктер болды біріншіден. Екіншіден енді жапон қыздарының күресі, жалпы байқасаңыздар, өте ыңғайсыз және бір жағынан бір қарапайым болып көрінеді, иә, өте түсінікті. Жапон қыздарының барлығын күресетін әдісі мынадай. ютубтан қаралаңыз болады. Бүйтіп аяққа өтеді, былай тігінен емес, былай кішкене айналып өтеді, анау өкшеден жармасып ұстап алады да, өкшеден ұстап ары қарай сосын шабуылды дамыта бастайды. Не аяқтан ұстап тұрып кетіп, аяқтан шалып құлатады екінші, не арқасына өтіп кетіп айналдырып деген сияқты тактикалар барлығы бірдей. Өкшеден бастайды шабуылды. Ең бір қорғанудан ыңғайсыз да, өйткені өкшеден ұстадың ба, сенің амал жоқ, зеңді жерге тигізіп отыруың керексің да. Оның ойынын ол ұсынған жерде күресіп кетуге мәжбүр боласың. Мен осындай бір тактикалық моменттерге байланысты ұтылып қалды, өкінішке қарай бағы жанбай отыр. Ержет Жарылқасын жайлы айтатын болсақ, осы жылғы Азия чемпионы шынымен де қазір өз салмағында үздіктердің қатарында. Мысалы Ержет Жарылқасын финалға дейін қарсыластарына бірде бір ұпай бермеген. Бұл қалай сіздерге? Бұл сұмдық көрсеткіш. Және финалға дейін бірде бір ұпай бермегенді қойып, қарсыластың барлығын мерзімнен бұрын ұтқан. Жартылай финалда Лалаев деген Ресейдің спортшысын тіпті 1 минуттың ішінде тасталған қалды. Кәдімгідей амплитудный бросоктар, иыққа салып лақтырған кезде көзі мынадай болды, мәссаған деген сияқты. Енді Әзірбайжан негізінен грек-рим күресінің қазір үздіктердің қатарында екенін көрсетіп отыр, иә. Жалпы олимпиадалық емес салмақтарды алатын болсаңыздар да, ол олимпиадалық салмақтарда ол жақта бәсекелес деген сұмдық. Енді грек-рим күрес мектебі шынымен де жақсы қалыптасқан. Мына жас спортшының қазір Жарылқасынға қарсы күрескен спортшының есімін ұмытып қалдым. 6-1 есебімен Ержет Жарылқасын ұтылды, бірақ бір олимпиадалық салмаққа ауысса, шынымен де Ержет Жарылқасын ертең біраз жетістікке қол жететініне еш күмәнім жоқ. Жарылқасын жайлы әзірше көп айту, бірдеңе айту қиын, нақты бір шешімге өткені біз әлі толықты бір потенциалын көре алмадық. Осы жылғы Азия чемпионы сөзсіз әлем чемпионаты финалына шығу, бұл жақсы көрсеткіш. Енді олимпиадалық салмақтарда күресте шынымен де бір потенциалын көретін сияқтымыз. Енді дәл осы әлем чемпионатында біз үшін бір жаңа есім болды. Өйткені Азия чемпионы болған кезде ешкім қатты Жарылқасынға назар аудармады, былайша айтқанда. Енді әлем чемпионатының финалына шыққан кезде бірден қалың жұрт назар аудара бастады, және мен сол бір фактке назар аударуды сұрар едім. Бұл финалға дейін бірде бір ұпай бермей жеткен. Әлем чемпионатының финалына дейін бұлай жету, бұл шынымен де жақсы көрсеткіш. Міне біздің осы әлем чемпионатында 3 медаль алған спортшыларға келетін болсақ, шамамен осындай бір ойларым бар. Одан бөлек бізде жастар арасында Ризабек Айтмұхан күресті. 23 жасқа дейін жастар арасында әлем чемпионы атанды. Жалпы байқасаңыздар, айтуға болар еді, кейбіреулерді айтып отыр, неге ересектер арасында күреспеді осы жылғы әлем чемпионатында? Өйткені олимпиада ойындарына Ризабек Айтмұхан қатысқан жоқ. Бірақ түсінуімше бұл толыққанды 97-ге ауысқан спортшы, яғни 92-ге қайтып келу, бұл қайрадан 5 келі салмақ қуу деген сөз. Енді спорт болғаннан кейін ол түбегейлі дайындықпен келеді, яғни тіпті бір басқа салмақ дәрежесіне көтерілудің де өзінің бір сатылары бар. Ол жерде кәдімгідей ет өсіру керек, белгілі бір витаминдер жеу керек, белгілі бір тренировочный процесс құру керек, сол салмаққа ыңғайластырып. Сондықтан ол қайрадан 92-ге келсе, дәл осылай күресе алмай қалуды шеді. Бір жыл бұрынғы Ризабек ол бөлек,
қазіргі Ризабек бұл бөлек. Одан кейін жалпы команда қазір түсінуімше негізінен Ризабектің қасына жақсы команда шоғырланған, және олар ең алдымен оның былайша айтқанда менталды денсаулығымен айналысып жатыр. Андай бір чемпионский ой өріс болатындай. Ол қазір қарсыластардың барлығын жайпап келе жатыр. Олар түсінеді, Ризабек қазір 97-ге келеді, ол 100% үздіктер қатарында болады. Ол мысалы бұл салмақтың үздіктері кім қазір? Тажудинов, Снайдер, Садулаев мырза келеді бұл салмаққа, сөзсіз. Міне осылармен бәсекелес болатын деңгейде болу керек. Сондықтан қазір әзірше бір тәжірибе жинақтап, және бұл 97 келіге толықтай сіңісіп кетуге арнап жатыр да осы уақыттарын. Түсінуімше басты мақсаттары осы. Сондықтан алдағы уақытта енді тек қана бір осындай бір жоғары бәсекелес турнирлерді көреміз деп үміттенеміз. Біртіндеп, яғни былайша айтқанда ағылшын тілінде бар ғой, step by step. Әр қадам сайын өсіп, ондай бір өте бір профессиональный, кәсіби подход. Сондықтан мен бұндай подходты негізі біздің еркін күресте көрген жоқпын. Сондықтан прогрессті қарау өте қызық болады. Алдағы уақытта Ризабектің де белдесулерін мұқият сондықтан зерттеп қарауға тырысам, бұдан не шығатынын. Жалпы бұндай кейстер Қазақстан күресінде көп емес. Яғни мен бірінші әлем чемпионы атанғаннан кейін шынымен де қазір бір жақсы мүмкіншіліктер пайда болған сияқты бұл спортшыда. Федерация тарапынан бәлкім жақсы қолдау болады, но бір өздерінде бір эксперимент жасап жатқаны байқалып отыр. Енді жалпы осыны қорытындай келетін болсақ, шынымен де біз соңғы жылдары күрестен тұрақты түрде күресіп келеміз. Мысалы, әлем чемпионатында 3 медаль дедім ба, олимпиада ойындарында біз 1 медальдан алып жүреміз. Әсіресе соңғы олимпиадаларды қарасаңыздар, Парижде мысалы Демеу Жадыраев болды деген сияқты. Тұрақты түрде әйтеуір 1 медаль алып жүреміз. Енді ары қарай сапа өсу керек, ол медальдің сапасы. Одан кейін бар сол сапа ұлғаю керек. Мысалы, 1 алтын алатын деңгейге жетеміз, одан кейін 2 алтын алатын деңгейге жетеміз деген сияқты. Тым болмағанда алтын алмасақ, әрбір түрінен, яғни әйелдер, грек-рим, еркін күрестен 1 медальдан алуға деген сияқты. Сондай мақсаттар болу керек. Неге мен бұны айтып отырмын? Қазір жапон палуандар жайлы көп айтып жатыр. Бұлардың прогрессі жайлы айтып жатыр. Мысалы, жапондарды алып қарайтын болсаңыздар, өткен ғасырда шамамен біз сияқты болған көрсеткіштер. Олимпиадада медаль алып жүрген, бірақ оларда алтындар болған, енді шығып тұрған. 90-шы жылдары регресс кетеді. 90-шы жылдарға 92, 96 және 2000 жылдары қазір қателесуім мүмкін, бірақ кем дегенде 92 мен 96 олар медаль алмайды олимпиада ойындарында, алтын медаль алмайды. Содан кейін 2004-тен бастап әйелдер күресі қосылады. Сол кезде жапондар атады. Қыздардың арқасында. Көбінесе 6 салмақ па, оның 4-еуін қыздар алып жүреді. 3-4 алтын алып келеді. Бұл енді сұмдық көрсеткіш қой. Сол Афинадан бастап 1-2 олимпиада қыздар алып шығады. Одан кейін ерлер күресінде қайрадан бір қайта өрлеу басталады, ренессанс. Міне енді соңғы олимпиадаға қараңыздар. Соңғы олимпиададағы көрсеткіштері жапондардың, бұндай көрсеткіш олардың тарихында өмір болмаған жапондардың. 8 алтын медаль, 2 қола, 1 күміс медаль. Әйелдер бұл жерде күресі құтқарып тұр, сөзсіз 4 алтын алған, 6 салмақтың 4-еуін солар алған. Одан кейін қызықтың бәрі мына жерде басталады. Еркін күрестен 2 алтын, грек-рим күресінен 2 алтын. Бұндай көрсеткіштер болмаған. Еркін күрестен 3 адам финалға шығады, 6 салмақтың 3-еуінде финалға шығады. Шынымен де бір феномен байқалып отыр. Сондықтан ең алдымен біз жапондарға назар аудару керек шығармыз. Бұлар қалай күреседі, не істеп жатыр, жүйе қалай екен деген сияқты. Кезінде Алашорда көсемі Алихан Бөкейханов дәл осы Жапон мемлекетінің үлгісінде қазақтар мемлекет құру керек деп айтқан екен. Жалпы сондай бір идеалы болған екен. Бекер емес шығар деп ойлап отырмын. Осы күреске келген кезде біз жапондарға назар аударуымыз керек. Бұлар қалай өз күрестерін көтеріп алды деген сияқты. Сондай моменттерге назар аударып, бәлкім олармен бірге жаттығып көреміз, бірақ жапондар бізге жақсы үлгі болмақшы. Өйткені біз түрлі эксперименттерді көрдік. Андай жаттықтырушы, мындай бапкер барлығына келді, легионерлерді әкеліп толтырдық.
олимпиада чемпиондары бізге келіп бапкер болды, бірақ нәтиже қатты өзгерген жоқ. Біз сол баяғы өзіміздің базамызбен келе жатқан адамдармыз. Әлі үлкен бір прогресс байқалмайды. Бәлкім егер біз бұрын қатты назар аудармаған жапондардың феноменіне назар аударып, солармен тәжірибе алмассақ, бәлкім содан бірдеңе шығатын шығар. Жалпы сайып келгенде, мысалы, бізде соңғы кезде шынымен де сынасаңыздар да, сынамасаңыздар да, бұл факт. Қазақстан күресі қазір, күрес түрлері жалпы бір тұрақты түрде нәтиже көрсететін деңгейге жетті. Енді ол тұрақтылықты сапаға айналдыру керек. Әсіресе грек-рим күресінде де біраз қозғалыстар бар. Өйткені Демеу Жадыраев, міне талай жылдардан бері олимпиада ойындарының финалына шыққан спортшылардың бірі. Жалпы бізде былай, егер грек-рим мен еркін күресті салыстырып көрсеңіздер, бізде грек-рим күресінің тарих дәстүрі бай. Әлем чемпиондары бізде талай болған. Мысалы, Шамил Серіковтен бастап 70-ші жылдардың соңына дейін, міне 90-ші жылдардың соңына дейін Бақтияр Байсейітов ағамызға дейін. Мұхитар Манукян деген легионер 99-ші жылы Қазақстан атынан әлем чемпионы болған. Содан кейін бізде әлем чемпиондары болмаған, мысалы. Соңғы рет әлем чемпионатының финалына шыққан Ержетке дейін бұл Қорлан Жақанша 2009 жыл, яғни 5 жыл араға салып финалға шығып отыр. Яғни бұл үрдістерді зерттейтін болсақ, шынымен де белгілі бір прогресс байқалып отыр. Және енді бұл прогресске жаңа бір серпін керек. Бұдан не шығатын енді алдағы уақытта көреміз. Енді бұл жерде көп нәрсе енді функционерлерге байланысты, жүйені қалай құрады, кіммен жұмыс жасайды деген сияқты. Бірақ шынымен де жаңа бір толқын, жаңа бір көзқарас, жаңа бір идеялар керек сияқты. Бұл жерде сол бізге жапондардың феномені қызық болу керек, менің ойымша. Күреске қатысты осындай ойларым бар. Жалпы анда-санда кішкене ММА, бокстан ауытқып, күрес, дзюдо сияқты спорт түрлері жайлы да осы каналда сөз қозғасам ба деймін. Өйткені мен бұл спорт түрлерімен ең алдымен қызығам. Зерттеймін не болып жатқан. Енді мен өзімді бір дзюдо мен күрестің керемет маманмын деп айта алмаймын бір жағынан, бірақ комментатор ретінде жүргіземін, кішкене бір түсінігім бар, хабарым бар бұл спорт түрлерінен. Сондықтан кейде анда-санда дәл осы спорт түрлері жайлы да каналда айтып отырсам ба деймін. Құрметті көрермен, осындай менің ойларым. Егер айтарларыңыз болса, онда комментарийге қош келдіңіздер. Ал мен сіздермен қоштасам. Сау болыңыздар.